Бас ауруы адамға әртүрлі дәрежедегі ауырсыну әкелетін және көп қолайсыздық тудыратын сырқат. Оған себеп көп психикалық және эмоциялық шаршау, бас миы тамырларының склерозы, бас сақинасы, мидың органикалық аурулары, ісік, инсульт және басқалар. Бас ауырғанда ауырсынуды жоятын дәрілер ішу міндетті емес. Халық емінің бас ауырғанда көмектесетін көптеген әдістері бар, бірақ алдымен дәрігерге барып, ауру себебін дәл анықтап алғаныңыз дұрыс. Дәрігер рұқсат еткен жағдайда төмендегі кеңестерді пайдалануыңызға болады. Шаршаудан туындаған бас ауруы кезінде жылы бұлау, мелисса немесе түймедақтан дайындалған шай көмектеседі. Кей жағдайларда валериана ішу немесе теңіз тұзы, шөптер қосылған бұлау жасау пайдалы. Желке тұсына немесе жауырындар ортасына, сондай-ақ балтырдың артқы жағына үгіткіштен өткізілген шомырмен желкек басуға болады. Үгіткіштен жаңа өткізілген желкек шырынын самайға жағады. 1-2 минутқа және бір тілім қара нанды аздаған желкекпен жейді. Кейде бас ауырғанда және ұйқы қашқанда атпас бұршақ қосып қайнатылған сарымсаққа өсімдік майын араластырып самайға жағады. Бұны ұйықтар алдында жасайды. Бұлаулар мен бұлаулары. Бас ауырғанда қол мен аяққа ыстық бұлау жасайды. Сондай-ақ бу мен бұлау да жақсы әсер етеді. Қайнатылған су мен алма сірке суының буын 75-100 рет жұтады. Нәтижесінде ауырсыну жойылуға немесе азаюға тиіс. Қайнаталар, тұндырмалар, бір ас қасық шай қурайға бір құты ыстық су құяды, 15 минут қайнатып, сүзіп алады. Құтының 1/4 бөлігін күніне 3 рет ішеді. Ұнтақталған андыз тамырына бір құты салқын су құйып, 10 сағат тұндырады, сүзіп алады. Астан жарты сағат бұрын күніне 4 рет құтының 1/4 бөлігін ішеді. Киік шөппен шай қурайды 2-1 мөлшерде араластырып, оның 20 грамына бір құты ыстық су құяды, 1 сағат тұндырып, лимон қабығын немесе даршын қосады. Ыстық күйінде астан жарты сағат бұрын жарты құтыдан күніне 2-3 рет ішеді. 1 грамм даршынға 20 мл ыстық су құяды, бірақ жаңа қайнаған емес. Жарты сағат тұндырып, әр сағат сайын 2 жұтымнан ішеді. Тұндырманы маңдай мен самайларға басуға болады. Жалбыз, сасық шөп, мың жапырақты тең мөлшерде араластырып, оның 10 грамына суық су құйып, 10 минут қайнатқан соң 1 сағат тұндырады. Тамақтан жарты сағат бұрын ыстық күйінде жарты құтыдан ішеді. Бас ауруы 45 түрлі аурудың белгісі ретінде көрініс табады. Сондықтан оны басу үшін себебін анықтау қажет. Сол 45 аурудың бірнешеуіне тоқталайық. 1. Жақпайтын тамақ жесе де бас ауруы мүмкін. Емі, асқазанды тазартса, бастың ауруы қояды. 2. Көзілдіріктің сәйкес келмеуінен де бас ауырады. Емі, көз дәрігеріне қаранып көзілдірікті ауыстыру керек. 3. Қан аздықтан да бас ауруы туындайды. Белгілері: бас ауырады, көздің қарашығы ұлғайып, маңдай мұздап, тамырдың соғуы әлсірейді. Емі, басыңызды орамалмен қатты таңып, тегіс жерде шалқаңыздан жатып бір сәт демалыңыз. Кейін кофе немесе шай ішіңіз. 4. Ой еңбегімен айналысатын адамдар күніне бір мезгіл таза ауада серуендеуді ұмытып, күні-түні қағаздан бас алмаған кездері бас ауырады. Емі: легенге ыстық су құйып, 10-15 минут аяқты толарсаққа дейін малып отырыңыз. Бір шай қасық жалбыз шөбін бір кесе қайнаған суға тұндырып ішіңіз. Кейін демалыңыз. Ой еңбегіне шаршап жүрген адамдардың балық жегені абзал. 5. Бас ауруына бас сақинасы, желке және жүйке невралгиясы да себепші болады. Бұл аурулар негізінен жүйкенің жұқаруынан, әлсіздіктен туындайды. Белгісі: басы ауырады, ашушаң болады, яғни сіркесі су көтермейді. Емі: мазасыз ойлардан арылып, жақсылап тынығу керек. Шай ішу қажет. Жұмыртқаны шикілей кесеге жарып, үстіне қайнаған су құйып әбден араластырыңыз. Осындай қоспаны күнде аз-аздан ішсеңіз, жүйке ауруынан құтыласыз. 6. Жүйкенің жұқаруы, неврастения, невроз. Бұл ауру мұғалімдерде жиі кездеседі. Яғни бұны ұстаздардың кәсіби ауруы десе де болады. Емі: күнде бір ас қасықтан бал жеу керек. Кейкоты, қалақай түбі, дәрілік өсімдіктермен емделу керек. Маңдайға жұқалап кесілген шикі картопты таңып қойыңыз. Ыдыстағы су салқындап бара жатса, ыстық сумен араластырып, температурасын бір қалыпта ұстаңыз.
7. Қан таспасы, гипертония, атеросклероз ауруына шалдыққанда кардиолог, терапевт дәрігерлерге, инсультқа шалдыққанда невропатолог дәрігерге, ал миыңызда қатерлі ісік не бітеу жара бары анықталса, нейрохирург дәрігерге қаралып, тексеріліп арнайы ем алған жөн. Кекшеме, яғни меңзең еткен менингит ауруына шалдыққан жағдайда инфекционист дәрігерге барып ем алған дұрыс. Бастың аурулары алуан түрлі. Соның ішінде бас сақинасы, бастың жарылып ауруы сияқты түрлері жиі кездеседі. Екі шеке солқылдап ауыратын кездер болады. Көз қарауытып, әлдене елестегендей болып, иіс, дәм сезу қабілетінде өзгеріс пайда бола бастайды. Мұндайда адам жүрегі айнып құсады. Қол аяқтары әлсіреп, жатқысы келеді. Еш нәрсеге зауқы соқпай шаршайды. Осындайда кавказдықтар басы ауырған адамды жатқызып, қара шүберекті ыстық суға матырып сығып тастап, ыстықтай, шыдайтындай дәрежеде екі шекеден тартып орап тастайды. Бұл бастың ауруын 30 минут ішінде тоқтатады. 1 литр кагор қызыл шарабына 150 г желкек, хрен тамырын 0,5 г апельсинді турағыштан өткізіп, 300 қант қосып, су моншасының ішінде 1 сағат ақырын қайнатып тұндырады. Астан соң 2 сағат өткенде 70 мг нан күніне 3 рет ішеді. Бас сақинасы. Сау жүрген адамның ойламаған жерден басы айналып, сынып ауырады. Жұмыс істеу қабілетінен айырылып, жаны қиналады. Мұны бас сақинасы дейді. Осы кезде басты уқалап, у қорғасының арақтағы тұнбасынан шамалап жақса, бастың ауырғаны тоқтайды. Осы тұста ескеретін жайт, тұнбаны көзге тигізіп алмау керек. Кездейсоқ көзге тамып кетсе, өмірге қауіп. Долана мен айбадамның жемісі бір ас қасығын 300 мг суға қайнатып тұндырып ішеді. Емдеу мерзімі 15 күн. Қырмызы гүлден 10 г, жұмыршақтан 10 г бір құты суға бір қайнатып 40 минут тұндырады. 3-тен 1 бөлігін ас алдында ішеді. Күніне 3 рет. Емдеу мерзімі 15 күн. Бас зеңіп, кеңсірік ашып, қатты ауырған кезде қарт адам 25 қара бұрышты бір құты қайнап тұрған суға араластырып, су сәл жылығанда бірақ шетте қалың көрпе жамылып жатып қалады. Сәлден соң қатты қызып мұрыннан қап-қара қан ағады. Белгілі мөлшерден соң қан тоқтап, жуынып шайынған әлгі адам сорпа ішіп қайта жатады. Ертеңіне мүлде ауырмағандай сергек тұрып жұмысына араласады. Ауа райы бұзылса болды, басы ауырып, мазасы кететін адамдар болады. Олар семіз тауықтың төсетіндегі қалың майды сыртқы терісімен кесін алып, майдың бетіндегі өте жұқа қабатты сыдырып тастап, бастың ауырын тұрған жеріне жапсырады да, сыртынан салафан қағаз қойып, оның сыртын орамалмен орайды, кейін жатып ұйықтауға болады. Таңертең бас жазылып, көңіл жайланып тұрады. Басты ауыртқан тамыр арасындағы суықты май сорып алады. Картопты қабығымен суға пісіріп жейді. Бас сақинасына мұның да өзіндік пайдасы бар. Қырмызы гүл аулада, егістіктерде арнайы өсіріледі. Оның гүлінен 20 грамды жүзік ақ араққа 15 күн аштып, ас алдында 20-30 тамшыдан күніне 3 рет ішеді. Мұны ұзақ уақыт үзбей пайдаланса, бас ауруы жоғалып, ұйқы жақсарады, жұмыс қабілеті артады. Қызыл қылша шырыннан алып, тең жартысына бал қосып араластырып, ас қасықпен күніне 4-5 рет ішеді. Бір емдеу мерзімі 10 күн. Қарақатты кептіріп сақтайды. Бастың сақинасы ұстаған кезде 2 ас қасығын 300 мың суға 10 минут ақырын қайнатып 1 сағат тұндырады. Таңертең әзірленген осы дәріні 4-ке бөліп кешке дейін түгел ішіп қояды. Күн сайын жаңадан әзірлеп 1 апта ішсе, оң нәтиже береді. Сулы арық бойларында өсетін жалбыздан 1, көкемаралдан 1 ас қасық алып 1 құты суға 1 қайнатын тұндырады. Кейін 3-ке бөліп, ас алдында күніне 3 рет ішіп, 1 күнде бітіреді. 1 апта үзбей ішсе, бастың ауырғаны жоғала бастайды. Қой бүлдірген, грейпфрут, қызылша шырыннан қосып, оған шамалы мөлшерде бал қосып араластырып, әр жолы жарты құтыдан күніне 4 рет ішеді. 3 күннен кейін нәтижесін көрсете бастайды. Қолда асыраған үйректі сойған кезде өтін алып, бастың жарылып ауруы кезінде ауырған жақтағы танаудан аздап тамызса, бастың ауруы 1 сағаттың ішінде жазыла бастауы керек. Егер осы видеомыз ұнаса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен әлем арнасы.